Қайырлы күн достар, бүгін өте жұмсақ және сочный болып шығатын оригинал рецептпен чебуреки дайындадым. Қамыры жұмсақ, хрустящий болып шығады. Бір жасағаннан шығатын чебурекилар. Ортасын қараңызшы, қандай керемет, қандай сочный болып тұр. Таза ыдысқа су, сүт, сұйық майды құямыз. Үстінен қант, тұзды саламыз. Қанша граммнан керек екенін описанияға жазып кететін боламын. Ұнды міндетті түрде електен өткіземіз. Електен өткен ұнды салып, жақсылап қамыр елейміз. Әбден иі қануы қажет қамырдың. Иі қанғанша бір 10 минуттай елейтін боламыз. Иі қанған қамырды 10 минутқа демалдырамыз. Қамырымыздың иі қанғанша начинкасын дайындаймыз. Мен өзім начинканы қатты қуырмай, шала қуырып алып істейтін боламын. Негізі начинканы қуырмай-ақ та фарш пен пиязды араластырып істей берсеңіздер болады. Туралған пиязымызды қызып тұрған майға салып қуырып аламыз. Майды көп салмаймыз. 2 ғана ас қасық май құйдым мен. Соған жақсылап қызарғанша қуырып аламыз. Қатты қызартпаймыз. Үстінен фаршымызды салып, оны да қуырып аламыз. Осы кезде тұз және черный перецті қосып жіберсеңіздер болады. Начинканы қатты піскенше қуырмаймыз, шала қуырып аламыз. Осы кезде тұзды және қара бұрышты салып жібереміз. Осылай қуырып алатын боламыз. Начинкамызды суытып, басқа ыдысқа ауыстырып аламыз. Және үстінен 2 ас қасық кипяток құйып араластырамыз. Тұзы менде нормальный екен. Сіздерде тұзы, бұрышы кем болса қосасыз. Міне қамырымызды алып, ұндап 7-8 бөлікке бөлеміз. Мен бұл жерде 1 порция істедім. Сізге одан да көп керек болса, осы рецепті 2 есе 3 есеге көбейтесіз. Міне осындай жолмен жайып, ішіне начинкасын салып, вилкамен басып шығамыз жан-жағын. Начинканы салып болып, жан-жағын басып болғаннан кейін, үстінен басып жібереміз. Өйткені қатты биік болып кетпеу керек. Майға салғанда бергі беті тимей қалады. Видеодағыдай барлығын осылай жасап шығамыз. Міне барлығын жасап болдық. Қызып тұрған тапаға пісіріп ала береміз. Салған жағымыз 3 минуттай піседі. Және беті 1-1,5 минуттай пісіріп аламыз.
міне барлығын жасап болдым. Өте жұмсақ, хрустящий болып шықты. Сіз де осы рецептпен жасап жақындарыңызды қуантып жүріңіз. Ас болсын!